жеке өмірімде тыныштық. Иә. Ағайындар, ассалаумағалейкум. Короче, бүгін тағы да тойдамыз, түскі той. Бірақ та бүгін кәдімгідей негізі жігітке жеңілдерде аз деген кеше тамадалық қызметте болсам, бүгін самға этно шоумен бірге аягөз қайда барасың. Айнұр деген не мақта тұр өзі. Кластасымызды кездесіп. Оны айтып не істейсің? Өшім ағайындар, сондай бір керемет құдалыққа келіп қалдық. Бұйырса құдалық тізгіні өзімізде. Яны жігіді? Айрат. Этноның аты самға емес, кәдім бір түрлі сияқты ше. Сам. Ойнап айтамын. Шынымен де лучший қыз жігіттер жинаған. Бұйырса үшін тойларыңызда қызметтеміз. Қалайсыздар достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Енді кеше тойдан кейін кішкене былай шашып қалғанымыз бар. Сториске енді шығып жатырмын. Салондамын, қазір новый мейкап жасатып болдық. Енді қазір шаш жасайтын боламыз. Мен кешкі тойға құдаша болып барамыз, өйткені туған сестренкамның ұлының сүндет тойы. Ал баршаңыз болсын, тойға жұғысты болсын, тойдан шашайық, шашылсақ та шашуға уақыт жоқ, шашамаймыз тойдан. Сол үшін күндеріңізге сәттілік. Қазір образымды толық сіздерге көрсететін боламын. Барлық үйде жаңа үйге қонаққа барлығын шақырдық. Алыстан келген ағаларымыз, жеңгелеріміз бәрін шақырып, ет астық, білесіздер, кеше ет алғанымызды астық. Өзіміз қонақ күткен жақсы көреміз. Ыстық болса да, үйіміз ыстық болса да күттік. Ал тойдан тойға аман есен жүзе берейік достар. Қайырлы күн баршаңызға. Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Мінекей бізде бүгін үйде осындай бешбармақ, Алматыдан келген, Астанадан келген барлық қонақтарымыз, аға әпкелеріміз, жеңгелеріміз келді. Маманың қолынан шыққан бешбармақ. Қалайсыздар? Өлі бәрін шашып қалған сияқты ғой ше. Бір как будто мен сөйлемеңдер деп айтқан сияқты, ешқай сөйлемей отыр ғой. Біздің Түркістанда 46 градус деп бүгін. Жаман, ғана қанжа көмектеспей жатыр ғой. Терлеп жатырмыз барлығымыз. Бет сүртіп жатырмыз ғой. Жағдайларың жақсы ма? Бүгінгі тойға дайындық қалай? Күшті ма? Терлесек те біз шайдан, ыстық тамақтан қайтпайтын қазақпыз ғой. Ал ас болсын. Рахмет. Мына жақта ыстық сорпа. Қазір ыстық тамақ, сорпадан кейін ыстық шай. Нағатымен, конфеттермен шай ішіп аламыз. Сосын құдай қалса кешкі тойға сақадай сайымыз, короче. Болды. Осымен сторис бітті. Короче, тойдан енді қайтып жатырмыз. Барлық шығып жатыр. Тойдан кейін мінеге аяқ киім осындай болады, короче, каблук. Мықты жай табан. Аяқ деген шаршады, короче.